Баршаңызға сәлем достар. Ауызашарға мен бүгін өте дәмді оңай тамақтың рецебін жасадым. Сондықтан осы тамақтың рецебімен сіздермен бөліспекшімін. Каналымнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Мен қанша керек екендігін төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден көріп қоса аласыздар. Және де тауық аяқтарын қаншалықты жақсылап мариновать етсеңіздер, соншалықты дәмді шығады. Негізінде қаймақтың орнына майонез қоссаңыздар болады. Мен майонез қосқан жоқпын, бұл жолы қаймақ салдым. Қаймақ салсаңыздар өте жұмсақ болып піседі. Енді осы дәмдегіштерді салып алып, жақсылап бір араластырып, сосын барып үстінен жаңағы дайын тауық аяқтарын салып араластырамыз. Бұл да бір ерекше тамақ, өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Ауызашарға және де тойымды тамақтардың бірі. Сіздер де осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Тауық аяқтарын салып алдық. Міне енді жақсылап бүкіл тауық аяқтарына тигізіп, жақсылап араластырамыз. Тауық аяқтарын жақсылап араластырамыз. Осылай бүкіл жерлеріне тигізіп, араластырып болғаннан кейін жарты сағатқа қоя тұрамыз. Бұл жаңағы дәмдеуіштер сіңуі керек. Енді біздерге картоп керек болады. Картопымызды біздер алдын ала жуып тазалап алдым. Енді осы видеода көрсетілгендей етіп турайсыздар. Біздерге бір пияз керек болады. Пиязымызды осылай тамаққа турағандай етіп тураймыз. Картоптарымыздың үстіне де әртүрлі дәмдеуіштер сепсеңіздер болады. Әртүрлі дәмдеуіштер сеуіп, картопымыздың керемет дәмін келтіріңіздер. Және де осының үстіне паприка себеміз, қара бұрыш, осындай дәмдеуіштер және де сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Пешімізді алдын ала 200 градусқа қойып қоямыз, қыздырып. Енді противенімізге осы картоптарымызды жақсылап жайғастырамыз. Енді картоптарымыздың үстіне тауық аяқтарын осылай жайғастырып шығамыз. Тауық аяқтарын жайғастырып алдық. Енді қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста 1 сағат пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, керемет болып шықты. Және де мен қосымша ретінде күрішті алдын ала пісіріп дайындап қойғанмын, суға бұқтырып. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Ауызашарға өте керемет тамақ. Сіздер де осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әдемі рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Ораза ұстаған жандар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Алладан тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Мені қолдап видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.
және де міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер.